қой жусан негізінен рак ауруына ем болады. Рак болғанда көбінде асқазан, өңеш жол рактарына көптен көмектеседі. Бұл негізгі дәрі болып есептелінеді. Америка ғалымдары науқастарға жусанның өзін ғана ұсынбайды. Мұндай жағдайда өскін қатерлі ісіктің тек 28%-ын жойып жібере алады екен. Ал оған темір қоспасын араластырып пайдаланса, өсімдік ракты толық емдеп жазалады. Дәрігер гомеопат Мақсат Әбдіқадырдың айтуынша, біздің медицинада жусан аты жаман аурудың алдын алуға және жеңіл түрлерін емдеуге көмектесе алады. Сондай-ақ оны негізгі дәрі ретінде қолданып, қосымша жалбыз, рауағаш, адыраспан секілді өсімдіктерді араластырса, қуаты да күшейе түспек. Шымкенттегі бір пациент сол өңеш рагы деп дәлелдеп, өзінің жаңағындай бар жұтқан қағаздарымен де келді. Осыларға арқылы жусанды қосып беріп, адыраспанды қосып беріп, дәрі жасап бердім. Соныменен 6 айдан кейін тексергенде өңештегі патологияның бәрі жоғалғандығы дәлелденді. Сонымен қатар арқар жусан бауыр аурулары, оның ішінде гепатит Б, С түрлерін емдеуде қолданылады. Ата-бабаларымыз оны қайнатып, күніне 2 кеседен ішіп отырған.